Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен клавиатураның көмексіз, болмаса пернетақтаның көмексіз қалай печатывать етеді, сол туралы айтып өтіп кетемін. Ол үшін сіздер Google-да ашып, осының қалаған браузеріне жазып, қалаған браузерге жазсаңыздар болады, Google деп жазсаңыздар, сіздердің Google аккаунттарың ашылады, иә? Сол жердегі мына көп нүкте бар ғой, осының үстін бассаңыздар, документы дегенге кіресіздер. Документияға кірген кезде сіздерде осындай бет ашылады. Осы беттегі создать документы дегенде пустой файл деп тұр ғой, осыны басасыздар. Сол кезде экранда осындай бет ашылады, және осының ішіне кіріп, инструменты дегенді басасыздар. Сол инструментиді басқаннан кейін голосовой вывод дегенді басасыздар. Сол кезде сіздерде микрофон сияқты бірдеңке шығады. Осыны басып, голосовать етіп, пернетақтасыз осы жерге жазуға болады. Мысалы, қазір мен көрейін. Здравствуйте, учителей. Міне, көрдіңіздер ма? Осындай нелер көрініп, жазылып тұрады. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Осындай оңай және жеңіл тапсырмалармен сіздермен бөлісіп отырамын. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк, комментарий жазыңыздар. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.